Қайырлы күн достар, сіздермен әдеттегідей мен Саяна. Бүгін жидекті конфимен әрленген өте дәмді сүзбелі бәлішті бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Рецепті бастамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен пирогтың қамырын жасап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырып, және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, қолымыздың көмегімен ұнтақтап аламыз. Келесі кезекте қант ұнтағын қосып араластырамыз. Енді бір жұмыртқамызды қосып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 26 диаметрлік формамызға жайғастырып, шет-шетінен бортик жасап, толығымен бір келкі етіп формамыздың бойымен жайып шығамыз. Қамырымызды дайындап қойдық, енді салмасын жасаймыз. Салмасы үшін сүзбемізге шым-шым ванилин, қант және де жұмыртқамызды қосып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Немесе блендердің көмегімен біріктіріп араластырсаңыз да болады. Дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне салып, бір тегіс етіп жайып аламыз. 180 градус қызып тұрған пешімізге 35-40 минут аралығында қызарғанша пісіреміз. Пісіп шыққан пирогымызды формада толықтай суытамыз. Пирогымыз суығанша жидекті конфи жасаймыз. Жидегімізге қантымызды қосып, орташа отта қанты ерігенше араластырып отырамыз. Кез келген жидек пайдалануға болады. Қатырылған, свежий түрінде пайдалана береміз. Менде мына жерде қатырылған құлпынай. Қанты еріген соң жүгері крахмалына суымызды қосып, араластырып, осы жидекті массамызға қосып, қоюланғанша үздіксіз араластырып отырамыз. Жидекті конфиіміз өзі осылай қоюланып қайнай бастайды. Сол кезде отымыздан алып, блендердің көмегімен жидектерімізді ұсатып аламыз. Дайын болған конфиімізді суып тұрған пирогымыздың бетіне құйып, бір келкі етіп тегістеп шығамыз. Және кемінде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып, толықтай суытамыз. Біздің жидекті конфи қосылған сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Менің пирогым 2 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді кесіп көреміз. Осындай өте үйлесімді, әдемі әрі дәмді пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің де көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.